Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Сіздермен Әсел. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте жұмсақ, қып-қызыл болып пісетін бауырсақ дайындайтын боламыз. Ең бірінші менің каналыма подписацияны басуды ұмытпаңыздар, тіркеліп алыңыздар және де колокольчикті басып, ең бірінші шыққан видеоларымды бірінші болып көріп отыруға тырысыңыздар. Және де осы видеоны бірінші соңына дейін қарап алыңыздар, сонда сіздерге жақсы түсінікті болады. Содан кейін жасасаңыздар, өте жеңіл және әдемі результат шығатын болады. Ал кеттік, дайындап тастайық. Бізге майымыз да, сүтіміз де, суымыз да комнатный температурада жылы болып тұруы қажет. Сүт, су, сұйық май, 2 қасық қант, шым-шым тұз және де 2 қасық майонезді салып, яғни қантымыз еріп араласқанша жақсылап араластырып аламыз. Және де бауырсақтағы бір лайфхакты айта кетейін. Бұл жерде ең маңыздысы біздің аштығымыз, дрожжымыздың, үйдегі дрожждарыңыздың міндетті түрде срогына қараңыздар. Пакеттің срогы свежий дрожж болатын болса, бауырсағыңыз өте әдемі болып көтеріліп, ойыңыздағыдай күшті болып шығады. Ал енді осы дайын болған смесіміздің үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды негізі ерінбесеңіздер, електен бір рет өткізіп алсаңыздар, өте пышный, сондай күшті бауырсақ шығады. Негізі ұнды мен бәрін сразу бірге салдым. Сіздер 2-ге бөліп салсаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасаңыздар. Енді осы жерде жақсылап тыңдап алыңыздар. Ұнның тығыздығына қарай ұн өзі бөлінеді. Сол үшін мен берген астындағы рецепт бойынша ұнды салып көріңіздер. Кішкене аздау салсаңыздар да болады. Менде бұл жерде цесна ұны. Осылай мен илеп алдым. Қолыма кішкене жабысты. Мен көрсетіп қойдым еще видеода. Сол үшін мен тағы да кішкене бір уыстай ұн салдым. Содан кейін жақсылап иледім. Өте жұмсақ. Кішкене ғана қолға чуть-чуть қана жабысатын сондай қамыр шықты. Қамырды мен осылай илеп болдым. Негізінде үстінен қатты басудың керегі жоқ. Воздушный қылдырып илесеңіздер өте керемет, тез көтерілетін болады. Мен бетін пищевой пленкамен жаптым, бірақ ол міндетті емес. Таза майлықпен, сүлгімен жапсаңыздар да болады. Болмаса әдемі плотно жабылатын крышкасы бар ыдысқа елеген болсаңыздар, сонымен жапсаңыздар да болады. Осы қамырды мен 2 сағатқа жылы жерге қойып қойдым. Егер де асығыс болмасаңыздар, бір рет қамырдың үстінен басып, бір қайтарып илеп қойсаңыздар да күшті шығады. Мен бұл жерде бір-ақ рет осы бір көтерілгенмен пісіре бастадым. Менде қамырым үлкен болғандықтан теңдей 2-ге бөліп, өзіме солай ыңғайлы болды, солай пісірдім. Сіздер өз қалауларыңызға қарай бөлесіздер. Қамырды осылай 2-ге бөліп, мен жақсылап жайып алдым. Енді бұл жерде бір айтатын нәрсе, егер де сіздердің бауырсақтарыңыз қалыңдау, үлкенірек болғанын қалайтын болсаңыздар, қатты жұқа қылудың керегі жоқ, және де үлкендеу форма алсаңыздар болады. Менде мына жерде домалақ арнайы форма. Ол болмаған жағдайда кесемен болмаса бокалмен кессеңіздер де болады. Мен осылай бәрін форманың көмегімен домалақ қылдырып кесіп шықтым. Негізі домалақ бауырсақтар байқасаңыздар, дастарханның көркін ашады, әдемі болып шығады. Осылайнан кесіп болғаннан кейін жан-жағындағы қамырларды жинап алдым да, домалақ қамырларымды бір шетке жинадым. Асты жабысып қалмау үшін осындай жұқа матаның үстіне қойып шықтым. Содан кейін бетін жауып, тағы да осындай жұқа матамен 20 минут, жарты сағатқа кішкене бауырсақ көтерілгенше қойып қойдым.
Сол аралықта менде майым да қызады. Қызып тұрған майға бауырсақтарды шетінен салып пісіріп аласыздар. Домалақ бауырсақ пісіргенде тағы да бір лайфхак айтайын. Бір-біріне жақын салсаңыздар бауырсақты, ол кезде жаңағы бауырсақ айналдырған кезде болады, пышный болған кезде былай айналдыра алмай қаласыздар. Сол кезде бір-бірін ұстап тұрады да, ешқандай да төңкеріліп кетпейді. Бауырсақтарыңыз әдемі болып шығады. Өте жаңағы сап-сары, хрустящий, прямо күшті бауырсақ шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Бір жасағаннан шығатын өте күшті, идеальный рецепт. Мен өзім кондитер болғаннан кейін кезінде заказға пісірген өзімнің рабочий рецептімен сіздермен бөлісіп отырмын. Сондықтан да міндетті түрде жазсаңыздар, менің каналыммен бөлісе отырыңыздар, достарыңызбен, таныстарыңызбен, туыстарыңызбен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.